Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fiqh dersi An-Nuqaya Muhtasarul Viqaya. Kitab-ı Talaq, talaq tarауы. Соның ішінде ta'liq тақырыбындамыз. Faslun fit ta'liq. Talaqтың жүзеге асуын әлде бір іске байлау, әлде бір істің жүзеге асуына байланыстырып айту деген тақырып жөнінде сөз ететін боламыз. Ta'liq дегеніміз байлау, ілу деген ұғымдарға саяды. Мұны басқа кітаптарда әл-әйман фит талақ деген тақырыптарда талқылайды. Мағынасы талақтағы ант, талақты ант ету деген сияқты. Ант өзі ақиқи және мәжази болып бөлінеді. Ақиқи ант ол Алланың есімдерімен ант ету арқылы жүзеге асса, мысалы таллахи биллахи деген сияқты. Ал мәжази ант болса, бір істің жүзеге асуын екінші бір істің жүзеге асуымен байланыстыруды айтады екен. Бір сөзбен айтқанда шарт пен жаза. Ta'liq фит талақта да, талақтағы ta'liq мәселесінде де шарт пен жаза болғандықтан талақтағы ант деп атаған. Қысқаша осылай, енді ары қарай ғұлама не дейді, соған назар аударалық. Фаслун фит ta'liqи, талақтың жүзеге асуын әлде бір істің жүзеге асуына байланыстыру. Мысалы, пәленшенің үйіне кірсең, сен талақсың деген сияқты. Сиххату шарти ta'liqи, талақтағы тағлиқтың, яғни талақты әлде бір жағдайға байлаудың дұрыс болуы үшін екі шарт керек екен. Оның бірі қандай? Әл-милку, яғни меншік иесі болу. Бір сөзбен айтқанда арада неке болу керек. Бұл жерде милк деп жалпылама айтуының себебі құлды да қамтып тұр. Құлды да қамту үшін, мысалы бұрынғы заманда құл иеленушілік кезінде құлына пәлен істі істесең, сен азатсың деп айта алу үшін ол құл өз меншігінде болу керек. Және де бұл милк сөзі некені де қамтиды. Ері өзінің әйеліне осылай ta'liq жасау үшін арада неке болу керек. Мысалы, бөтен бір әйелге пәлен үйге кірсең, сен талақ бол деп айта алмайды. Аул иддафату илайхи, екіншісі немесе меншік иесі болуға байланыстыра айтқан болуы керек. Мысалы, арада неке жоқ бір әйелге сенімен некелесетін болсам, сені өз некеме алатын болсам, талақ бол деп айтса, келешекте сол әйелмен некелескен жағдайда автоматты түрде талақ туындайды деген сөз. Ал енді талақты тағлиқ етуде қолданатын сөздер жайында айтып өтеміз. Ол қандай сөздер екен? Ва алфазуху, ta'liqте қолданатын сөздер келесідей екен. Ин, егер, мысалы, егер пәлен үйге кірсең деген сияқты. Ва изама, кезде, мысалы, пәлен үйге кірген кезде деген сияқты. Ва матама, қашан пәлен үйге кірсең. Ва куллу, пәлен үйге кіргендердің бәрі. Ва куллама, әр кезде, әр уақыт, әр сайын. Мысалы, пәлен үйге кірген сайын талақ бол десе, мысалы, әйеліне. Әйелі сол үйге кірген сайын талақ болады. Ва завалул милки ла юбтилуху, меншіктің, яғни иеліктің жойылуы, ла юбтилуху, ta'liqты бұзбайды. Яғни одан бұрын орын алған ta'liqты жоймайды. Мысалы, ер әйеліне былай десе, егер пәлен үйге кірсең, сен талақсың деп айтса, мысалы. Бірақ кейіннен күйеуі ол әйеліне басқа бір жағдайлармен талақ айтса, одан соң татуласпай арадан 3 ай уақыт өтіп кетіп, некелері бұзылды делік, кейіннен қайта қосылып, жаңағыда қайта неке жаңартып жатса, одан соң әйелі о баста ері тыйым салған үйге кірсе, автоматты түрде талақ туындайды. Арада неке бұзылып, осылайша ерінің әйеліндегі иелігі жойылса да, ta'liqы қайта некелескеннен кейін онысы өз күшін сақтайды. Фафи гойри куллама, әр уақыт, әр сайын деген мағынаны білдіретін куллама сөзінен өзге ta'liq сөздерін қолданған жағдайда ин уджида шарту марротан фил милки, талақты байлаған жағдай, яғни шарт фил милки, неке бар кезде, иелік бар кезде, марротан бір рет туындаса, янхаллу, ta'liq анты өз күшін жояды екен. Мысалы, әйеліне егер пәленше үйге кірсең, сен талақсың деп айтса, ол әйелі сол үйге кірген жағдайда бір талақ туындайды. Келесі тағы бір кіретін болса, ол кезде талақ туындамайды. Өйткені сол бір рет шарттың туындауымен ta'liqы
де шешіліп отыр. Иля жазаин және нәтиже туындайды дейді, яғни талақ туындайды. Бұл фил милкиде де иелік бар кезде туындаса, яғни арада неке бар кезде сол шарт қосқан нәрсесі туындаса, онда нәтижеде туындайды екен. Ал иелік жойылған кезде ол шарт қосқан нәрсесі туындаса не болады? Мысалы, неке бұзылғаннан кейін кірме деген жерге кірген болса, уа ин уджида фи гойрин милки, иелік жоқ кезде шарт қосылған жағдай туындаса, ла иля жазаин, тағлиқ анты шешіледі, яғни өз күшін жояды, бірақ ла иля жазаин нәтиже туындамайды. Сол бойынша анты шешіліп, талақ та туындамайды, өткен талақ туындайтындай некесінде емес. Мысалы, пәлен үйге кірсең 3 талақпен талақ бол деп айтқан болса өз әйеліне бір еркек. Кейін басқа бір жағдайлармен жаңағыдай әйеліне талақ беріп ажырасса, кейін ол 3 айыз уақыт өтіп кеткеннен кейін арада неке бұзылса, одан соң сол о баста айтқан үйге кірме деген үйге әйелі кірсе, сол жердегі тағлиқ бұзылады деген. Бірақ талақ туындамайды. Өйткені фиғойрин милк кезінде туындап отыр. Арада неке жоқ кезде туындап отыр. Ал енді арада неке болмаса талақ та туындамайды деген сөз. Бірақ тағлиқы шешіледі. Офи күлләма, әр сайын әр уақыт деген мағынаны білдіретін күлләма сөзін қолданған болса тағлиқта, янхаллу баъда салас, онда тағлиқы 3 талақтан кейін бірақ жойылады. Сол шарт қосылған нәрсе жүзеге асқан сайын нәтижеде туындай береді деген сөз. Бірақ бұнысы шексіз емес екен. Янхаллу баъда саласи, 3 талақтан кейін бірақ жойылады деп отыр, яғни 3 талақпен шектеулі екен. Мысалы, пәлен үйге кірген сайын талақ бол деп айтса өз әйеліне, әйелі ол үйге кірген сайын талақ туындап отырады. Бірақ онысы 3 талақпен шектеулі. Яғни 3-сінде неке бұзылады деген сөз, 10 рет кірсе 10 рет талақ болады деген сөз емес. Фәлә яқау иннакахаха баъда заужин ахыр, 3 рет талақ туындағаннан кейін арада неке бұзылады. Одан соң әйел басқа ерге тұрмысқа шығып, одан ажырасып, кейін қайтып бірінші еріне қайта шығып жатса, фәлә яқау, онда және ол үйге кірсе, мысалы баста жаңағындай кірме деген үйіне кірсе, талақ туындамайды екен. Өйткені алдында 3 талақпен ол тағлиқы бұзылып қойған. Илля иза дахалат фит тазауижи. Бірақ ол күлләма сөзін, яғни әр уақыт әр сайын деген сөзі фит тазауиж, үйлену сөзімен қосылып айтылған болса, ол басқа. Ол кезде ол әйелмен үйленген сайын талақ туындап отырады деген сөз. Мысалы, былай десе, күлләма тазауажуки фа анти толиқун десе, сенімен үйленгенім сайын талақ бол деп айтса, мысалы, ол кезде ол әйелмен неке қиған сайын талақ туындап тұрады. Әрі қарай иншалла келесі дәрісте оқимыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.